Иә достар, қазір біз неге өспейтінін айтатын боламыз. Дәуіттікі неге өспейді деп ойлайсыздар. Қазір біз видеода бәрін айтып береміз, бәрін түсіндіреміз, сондай болса кеттік. Иә достар, көрдіңіздер. Неге өспейді деген видео. Дәуіт әлі жылап отыр. Мән бермеңіздер оған. Сонымен достар, бүгін біз неге өспейді деген видео түсіреміз. Ол үшін қазір жетіміздер. Шештік киімді. Достар, біз бүгін бицепс неге өспейді деген видео түсіреміз. Короче, достар, осы видеомызды бастайық, кеттік. Иә достар, сонымен дейміз, видеомызды бастайық. Достар, алданып қалған шығарсыздар. Көбілеріңіз басқа ойды ойлап шығып жүрген шығарсыздар басқа жерде. Біз мынамыз. Біз достарға бәрін түсіндіреміз. Бицепс неге өспейді деген видео. Сонымен достар, біз қазір сіздерге қалай бицепс неге өспейтіні туралы айтатын боламыз. Мен бастайын ба? Мен айтпайын, сіз айтса. Сен айтса сонда. Айтсаңасы ма жер? Сонымен достар, негізінен бицепс неге өспейді деген сұрақ қоятын шығарсыздар. Ол сіздердің негізі бицепс өсіру үшін сіздер не істейсіздер? Тренировка істейсіздер ғой. Тренировка, яғни ол міне осыған байланысты негізінен көбінесе. Себебі сіз бицепске тренировканы дұрыс жасамайтын болсаңыз, онда сіздің бицепсіңіз дұрыс өспейді. Ең бірінші сол техникада қателік бар. Техникада қателік болу керек. Сосын мен бір ретінде есімде осылай сезінемін, кәдімгідей бицепске жасап отырмын, бицепсім вообще сезілмейді. Бірақ мен жасап отырмын. Айтайын ба, қай жерімді сезіп жатырмын? Мына жерімді сездім ғой жігіт. Предплечьені сездім. Сол ең бірінші қателік, сондықтан да бицепс өспейді. Бицепске тренировка жасағанда қараңыздар, бізде қол қимылдайды ғой. Сол кезде негізінен осы предплечьеға күш түседі. Қараңыздар, мен осылай жасаған кезде мысалы. Егер мен қолыңыз осылай қимылдайтын болса, онда сіз көп күш предплечьеға түседі де, сіздің бицепсіңіз қатты қимылдамай қалады. Ал оны қимылдату үшін сіз предплечьені өшіріп тастау керексіз деймін, қалай айтса болады. Істен шығару керексіз. Істен шығаруыңыз керек. Оны Дәуіт айтады. Біледі оны қалай шығару керек? Жаңа көріп ал. Жоқ, көріп алғаннан бұрын сол мен есімде айтып, мен всегда осылай ойлайтынмын, мен түзу қарап жасап қоясың ғой, сол кезде мен мынау бицепсім күш жетпей қалды, ауыр алып қоямын. Сол кезде мен барамын да, өзім білмеймін, бүйтемін да, қол тұр ғой түзу, бицепсім күш жетпей жатыр тартуға, барамын да, деймін да, тарта саламын. Сөйтсем мен предплечьем екен ғой, сондықтан да бицепске ол кезде әрқашан төбеге қарату керек дейді да, осылай, төбеге қарап осылай ұстау керек. Сол кезде бицепске кәдімгідей. Короче, мені қолыңыз осылай тұру керек қой, жаттығу жасаған кезде. Сол кезде бицепске күш түседі. Бүкіл күш бицепске түседі. Бірақ гантельді сіз осаңыз ұшында ұстаймын деп ойламаңыз. Оны былай қатты қысып тұрып, мені осылай. Глубокий. Короче, осы бірінші себеп өспеудің. Сосын тағы да не бар еді? Сосын? Тағы да не? Сосын біз бір рет дейсің бе, трицепс тұрып алып едік қой. Мен білемін оны. Бір, екі, үш. Сонымен достар, екінші ол негізінен тренировкада бицепсіңізді барынша шығару үшін, барынша іске қосу үшін сіз ең бірінші трицепске тренировка істеу керексіз. Сол кезде сіздің трицепсіңізге мысалы тренировка жасап, барынша трицепсіңізді шашатқан кезде сіздің бицепсіңіз қалай айтады? Бүкіл күшін шығара алады. Бүкіл күшін шығара алады. Сосын предплечьені өшіп тастауды ұмытпаңыз. Осы жерден істесеңіз сіздің бицепсіңіз. Сосын мен үшіншісін айтайын ба? Үшіншісі ол восстановление. Мысалы әрбір жаттығу жасаған кезде бізде бицепс қосылады екен. Мысалы иыққа жасайсың ғой, сол кезде бицепс бәрібір қосылады екен. Сосын мысалы сен аптасына сол бір бөліктерге жасадың да бұлшықетті, сол кезде бицепс қосылып кетеді. Мысалы арқаға турникке тақпасын, сосын арқаға деп, сосын неге жасайсың, қалай иыққа жасайсың, мысалы 2 күн аптасына. Бірақ сен тағы да үшінші күні бицепске жасаймын деп ойлайсың ғой, ол дұрыс емес екен. Себебі сенде восстановленияға, бицепсті восстановить етуге сенде уақыт жетпей қалады. Сондықтан да сенде өспейді екен. Мінекей достар, осы ақпарат өзіміз іздедік, таптық, бәрін
кейбір нәрселерді өз басымыздан өткізіп көрдік. иә. Достар, кешеміз осымен видеомыз аяқталды. Каналға тіркел, пайдалы ақпарат үшін. Иә. Сондықтан да сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар.